Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен менің жасалу жолымен жеті шелпек дайындайтын боламыз. Ең бірінші бізге таза ыдысымызға сүтімізді құямыз. Содан соң суымызды құямыз. Суымыз жылы болуы керек. Содан соң шекерімізді саламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша саласыз. Тәтті болғанын қаласаңыз, шекеріңізді молырақ қосасыз. Содан соң жұмыртқамызды салатын боламыз. Содан соң шемішкі майымызды саламыз. Ең соңында аштығымызды салып, барлығын мұқият араластырып, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Біздің массамыз көпіршіктенуі керек. Он 15 минутқа қойып қоямыз. Содан соң ашамыз. Біздің қамырымыз осылай көпіршіктеніп ашуы керек. Содан соң ұнымызды ситаның көмегімен осылай видеодағыдай сала отырып, араластырып отырамыз. Қамырымыз қоюлана келгеннен кейін қолымызбен илейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болуы керек, қолға жауыспауы керек. Мінекей қамырымыз дайын болғаннан кейін тағы да бетін жауып, жылы жерге көтерілуін күтеміз. Осылайша біздің қамырымыз көтеріледі. Қолымызға шемекі майдың көмегімен 1-2 рет қамырымызды басып аламыз. Егерде асығыс болмасаңыз, осылай 1-2 рет басып барып дайындасаңыз, бауырсағыңыз үріліп, күшті болып, жұмсақ болып пісетін болады. Егер асыққан жағдайда бір басып-ақ дайындай берсеңіз болады. Мінекей тағы да бетін жауып, көтерілгенін күтетін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай күшті болып, үрпілдек болып, жақсы көтеріледі. Содан соң ұнымызды себе отырып, қамырларымызды 7 бөлікке бөліп аламыз. 7 бөлікке бөлеміз, қалғанын бауырсақ етіп илеп аламыз. Шелпекке 7 шелпек алып қаламыз да, қалғанын бауырсақ етіп дайындайтын боламыз. Осылайша барлығын дөңгелектеп аламыз. Шелпекті дөңгелектеп илейтін боламыз. Ал бауырсақты өзіңіздің қалауыңыз бойынша дөңгелек немесе төртбұрышты етіп кесетін боламыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Осылайша бауырсақтың тестісін жұқалау етіп жайып алып, төртбұрыштап кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін ыдысымызға қойып, бетін жауып, оны да 20 минуттай ұстаймыз. Өйткені біздің осы жұқа қамырымыз тағы да көтерілуі керек. Содан соң барлық шелпектерімізді дөңгелек етіп, жұқалау етіп жайып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрине. Бұны да бетін жауып, кішкене көтерілуін күтеміз. Шелпектерімізді барлығын дайындап жатырған кезде отымызға, табамызға май құйып, майымызды қыздырып аламыз. Майымыз әбден қызуы керек. Сол кезде біздің бауырсақтарымыз әдемі болып пісетін болады. Бұл бауырсақты пісірген кезде де майға да байланысты майымыз әбден шыжғырылуы қажет. Егер де майыңыз шыжғырылмаған болса, бауырсағыңыз майдың барын сіңіріп, бауырсағыңыз майлы болып шығады. Мінекей осылайша кезек-кезеңмен бауырсағымызды, шелпектерімізді екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осындай әп-әдемі жұмсақ шелпектер дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Ал сіздер қалай дайындайсыздар, төменге жазып кетсеңіздер болады.
Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.